Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 5-ші бөлім дені саудың жаны сау. Екінші сабақ гигиена. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Су сабын, шампунь, тіс щеткасы, зубная щетка. Сүлгі, полотенце, тарақ, расческа. Бірінші тапсырма суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер. Посмотри на картинки и ответь на вопросы. Бұл қандай бала? Бірінші суретке қарайық. Посмотрите на первую картинку. Бұл қандай бала? Қандай вопрос переводится какой. Яғни бұл қандай бала? Бұл жақсы бала, ақылды бала, ұқыпты бала. Екінші сұрақ. Қолына не алды? Что он взял в руки? Қолына тіс щеткасын алды. Ол не істеді? Что он делает? Он чистит зубы. Ол тісін тазалады. Ал енді екінші суретке қарайық. Посмотрите на вторую картинку. Бұл қандай бала? Бұл бала жаман. Оның үсті лас. Екінші сұрақ. Тазалық сақтау үшін не керек? Что нужно, чтобы соблюдать чистоту? Жеке бас гигиенасы керек. Надо соблюдать личную гигиену. Ал ол не істеу керек, этот мальчик? Что он должен сделать? Для начала он должен умыться. Ол жуыну керек. Екінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай и ответь на вопросы. Гигиена дегеніміз жеке бас тазалығын сақтау. Жуынуға, сүртінуге керекті заттардың барлығы жеке гигиена заттарына жатады. Гигиена – это значит соблюдать чистоту. Все необходимое для умывания являются предметами личной гигиены. Әр адамның өзінің тарағы, тіс щеткасы, сүлгісі, сабыны болуы керек. У каждого человека должно быть своя расческа, зубная щетка, полотенце и мыло. Біреудің затын қолдануға болмайды. Нельзя использовать чужие вещи. А теперь давайте ответим на вопросы. Гигиена дегеніміз не? Что такое гигиена? В тексте находим, что такое гигиена, и отвечаем. Например, гигиена дегеніміз жеке бас тазалығын сақтау. На следующий вопрос ответьте сами. Гигиенаға арналған қандай заттар бар? Какие предметы принадлежат к личной гигиене? Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, сөйлемдерді толықтырып жаз. Вставь вместо картинок слова и дополни предложение. Например, посмотрите на первую картинку. Это мыло. Мыло будет на казахском сабын. Это значит, наше предложение начинается со слова сабын. Сабын жуыну үшін керек. Это наше первое предложение. Посмотрите на следующую картинку. Это зубная щетка. Тіс щеткасы. Тіс щеткасы тісті тазалау үшін керек. И так далее. Дальше продолжайте сами. Вставляйте вместо картинок слова. Төртінші тапсырма. Тыңда, суретке қара, сұраққа жауап бер. Послушай, посмотри на картинку и ответь на вопрос. Дос бол сабын сумен сен. Жиі жуын сен. Таңертең де, кешке де. Жуын күндіз түсте де. Жуын тамақ алдында, жуын тамақ соңында. Жуын ұйықтар алдында, жуын тұрған мезгілде. Ермек өте тілеуұлы. Тазалық сақтау үшін не істейсің? Ответь на вопрос. Что ты делаешь, чтобы соблюдать чистоту? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание.